Ал мінекей мына жаққа келгеннен кейін мына көлік шынайрек адамның көзінің жауырын алды десек те болады. Мына көлікті келгеннен кейін түсірмеске болмайды. Себебі біріншіден көліктің түсі өте керемет, ерекше. Көк пен жасыл қабаттас араласқан. Яғни былай қарасаңыз жасыл, мінекей мына беті көк болып тұр. Сол жағынан өте ерекше болып тұр. Және салоны қоңыр түсі маған өте қатты ұнайды. Және сіздер бұл көлік жайлы көп ақпарат білсеңіздер де, бірақ мынандай седан көліктердің Genesis G80 электромобиль шыққанын көп адам біле білмейді. Мынау электромобиль. Өйткені мынаның алдыңғы мынау решеткалары кәдімгі пластмасс, яғни жабық. Ол сол дизайн, бірақ жабық. Мынаны батырманы басатын болсақ, мінекей. Яғни көлігіңізді осы арқылы зарядтауға болады. Арнайы 220 вольт және арнайы док станцияда 1 сағаттың көлемінде зарядталады. Яғни Genesis компаниясы бұл көлікті шығарған кезде үлкен бір презентация, үлкен бір нәрсе жасаған жоқ. Тура осы дизайнға электромобиль құрылғысын орнатты. Яғни орта есеппен санағанда 450-500 шақырымды жүріп бере алады. Яғни Kia EVO 6 немесе Genesis G80, яғни жалпы 450-500, яғни Tesla компанияның көліктері де осылай 400-500, яғни қалаға арналған, таза тоқпен жүретін кісілерге арналған. Мінекей көліктің дизайны өте керемет, сөз жоқ. Енді қараңыздар, салонға отырайық. Бұл Genesis мінекей память сиденья, барлықтар осы сол дизайн, лексикон акустикасы, орындықтың дизайны әрі сапасы өте керемет. Және көлікте маған осындай қоңыр немесе осындай ашық түстер ұнайды. Бірақ мынаның бір жақсы жері кір көтерімді. Мына жақтарын бар қоңыр түске бояған алькантара, ағаш, мінекей алюмин, сапа деген өте керемет. Мына жақта тұрған дизайн, бұл кәдімгі бағана Genesis көлігіндегі осы монитор, осы құрылғының ішінде барлығы, яғни бар, яғни көлікті салқындату, ысыту, климат контроль жауап беру, барлығы өте керемет. Мінекей, қазір өшірейін, қараңыздар, тып-тыныш болып қалды. Бірақ көлік өте алып тұр. Мінекей қараңыздар, оңға поворот жаққанда, сол поворот жаққан кезде. Мінекей, және көліктің режим драйвті өзгертейін. Және мынаны өзгерткен кезде, яғни көлікте тұрған орындықтардың да екі жақтан қысады. Kia K8 көліктің өзі де осы жаққа тұрған дизайндарда опцияларды осы жақтан алған сияқты. Мінекей, сапа өте керемет, үлкен монитор. Және өте тез жұмыс жасайды. Керемет. Қазір 360 градус камера қоям, қараңыздар. Мына жақта монитор 360 градус, мына жақта үшінші тағы да орын бар. Яғни бұл тағы да үлкен жалпақ монитор, әрі сапасы iPhone, Samsung компанияның көліктерінің камерасы да, экраны тура сондай сапа қойған. Бәрі Кореяда мемлекеттен шығатын болғандықтан сапасын бір-бірінен сатып алады, әрі мықты дизайнер жасайды. Мінекей скорость проекция цветной. Опты жағынан барлығын керемет. Енді мінекей мына жағында беспорон зарядка, барлық алюмин, барлық керемет. Өте сөз жоқ. Кілтін қарайық. Кілтінде де тура сондай алды артқа шығару батырмасы. Рөлінің өзінің дизайны керемет екен. Басқаша. Енді арт жағында шторкасы қоңыр түске боялған. Білеміз, 3 колонкасы бар. Монитор. Үлкен консоль жауап беретін. Седан салоны. Бұл көлік кәдімгі бір Бентли көлігі сияқты. Керемет, сөз жоқ. Алда уақытта тағы да мықты обзор болады. Біз асығыс болғандықтан кетіп бара жатырмыз. Енді сапасы өте керемет. Қараңыздаршы. Әңгіме жоқ.
Бірақ прическа есі екен, өзі тартып алды. Керемет. Дизайндарыңыздар.